Ыдырыс пайғамбар ғалым болыпты. Оның есімі дәрісті көп оқыған дегенді білдірді. Құдай оған 10 қасиетті нәсіп етті. Бірінші пайғамбарлық, екінші ғалымдық, үшінші жазу ғылымын жасады, төртінші зергерлік, бесінші қару-жарақ жасады, алтыншы соғыс өнерін жетілдірді, жетінші соғыс тұтқындарын өлтірмеу, қорламау тәртібін ендірді. Содан бастап тұтқынның құлақ мұрнын кесу, мәйіттерді кескілеу, оларды жерлетпеу қылмыс болып саналды. Сегізінші киім тігуді үйретті. Тоғызыншы калима айтып, көпшілікті иман нұрымен баураған. Оныншы пейішті аралап, сонда қалып қойған. Қиямет қайымға дейін сол жерде тірі болатын 4 пайғамбардың бірі. Ыдырыс нәби жер мен көктің жаратылысына қарап, одан ғибрат алатын. Халыққа: «Уа халайық, әр нәрсеге назар салып қараңдар. Ұлық Алла неткен шебер, ол өте мейірімді. Сіздер мен біздерді махаббатпен жаратып, есепсіз нығмет берді», деп үлгі шашатын. Пайғамбардың құнарлы ойлары адамдардың жүрегін оятып, олардың жарлы болса да арлы болып өмір сүруіне ықпал етті. Ол Құдайға: «Жаратушы жомарт еміз, бізге ілім бер», деп ұдайы жалбарынатын. Тілектері қабыл болып 30 парақтан тұратын кітап түсті. Бұхара халық кітап оқып арам мен адалды айыруды үйренді. Дәрет алып таза жүру, ғұсыл құйыну, шаш тырнақты күтіп ұстау парыз болып бекіді. Осыдан бастап шашы өскеннің әліп кәпір, тырнағы өскеннің өзі кәпір деген сөз қалыпты. Ыдырыс пайғамбардың заманында ақ жүрек момындар көп болды. Олар Тәңірдің бар және бір екенін білетін, бірақ Құдайға шүкіршілік етудің жолын білмейтін. Шүкір етіп тілек тілеудің оңтайлы амал әдісін таппады. Ол заманда жол көрсетіп, жөн сілтейтін рисалалар молынан түспеген кезі. Бір күні Ыдырыс 7 адамды ертіп сахараға шықты. Оларға: «Мен қазір дұға етемін, сендер әумин деп тұрыңдар. Тілектің қайтсе қабыл болатынын білейік», деді. Бәрі келісті. Ыдырыс бірінші 2 қолын жоғары көтеріп тұрып, Тәңірге дұға қылды. Серіктері әумин деп тұрды, бірақ қылт еткен белгі байқалмады. Ыдырыс екінші жолы алақанын айқастырып көрді. Тілегі қабыл болмады. Үшінші жолы алақанын теріс қаратып тұрып тілек тіледі. Бұл жолда ешқандай белгі көрінбеді. Осылайша Ыдырыс бірнеше әдісті қолданды. Ең соңында алақанын жайып тілек етіп еді, Алладан әуез келді. Оған 30 пара рисала түсірді. Онда шариғат қағидасы баян етілді. Осыдан бастап Ыдырыс пайғамбар Тәңірден не тілесе де алақанын жайып сұрайтын болыпты. Ыдырыс пайғамбар ілім-білімге құштар еді. Бір күні Құдайға жалбарынып: «Уа жасаған, менің көкірек көзімді аша көр, сенің ілім дарияңа сүңгігім келеді», деді. Тәңірісі: «Менің көркем есімдерімді күніне 70 000 мәрте айт», деп бұйырды. Ыдырыс: «Уа Тәңірім, 70 000 мәрте айтқанымды қалай санаймын? Саннан жаңылып қара бассам қайтемін», деп уайымдады. Сол сәтте Тәңірі тағала өзінің 99 есімінен доп-домалақ маржан тастарды түйді. Иманды жіп кейпінде жасап, маржан тастардың ортасынан өткізіп байлады. Жіптің байланған түйініне калима шахадаттың мөрін қойды. Осылайша тәспі пайда болды. Тәспіні Ыдырыс пайғамбарға түсірді. Ол содан бастап әр күні сахар тұрып, Алланың есімдерін тәспімен аударып, 70 000 мәрте мадақ айтады екен. Бір күні Тәңірісі періштелерге: «Ыдырыстан асқан білімді жоқ», деп мақтады. Періштелер Ыдырысты Алланың рұқсатымен қонаққа шақырып сынамақ болды. Сұхбат үстінде Ыдырыс Әзірейілге: «Жан тапсырып көргім келеді. Жанымды алып қайта салшы. Өлім халім бастан кешіп көрейін», деді. Әзірейіл Ыдырыстың жанын табанынан тартып, мұрнынан суырғанда Ыдырыстың жан дауысы шықты. Жанын қайта кіргізгенде: «Жан шіркін тәтті екен. Қатты қиналдым. Адамның өлімнен не үшін қорқатынын енді түсіндім. Сұрапыл сүр үрлегенде дүние астан кестең болады екен. Сол құдіретті көргім келеді. Сүр үрлеші», деді сұрапылға. Құдай досының көңілін қимай, ол кернейін тартты. Керней тартқанда Ыдырыстың зәресі қалмады. Сүрдің дауысы зәрлі екен. Айбатынан 18 000 ғалам дірілдеді. Зәрем зәр түбіне кетті. Енді
қыл көпірден өтіп, 7 тозақты көргім келеді, деді. Мәкәйіл оны қыл көпірден алып өтіп, тозақты көрсетеді. Тамықтағы сұмдықты көріп, жаны шошиды. Тозақ қорқынышты екен. Алла пендесін тозаққа тастаудан сақтасын. Енді жұмақты аралап көрейін, деп Жебірейілге қолқа салды. Ол да Құдай досының көңілін қимай келісіп. Жарайды, бірақ шартым бар. Пейішке кірген адам қайтып шыққысы келмейді. Қайта шығам деп, уәдеңді бер, деді. Ыдырыс сөз берді. Жебірейіл оны ертіп, жұмақтың 8 қабатын түгел аралатып көрсетті. Ыдырыс сәмбі талының жанына келгенде бір кебісін әдейі ұмыт қалдырды. Аралап болған соң жұмақтан шықты. Пейіштен ұзай бергенде, жәннатта бір кебісім қалып қойды. Тез барып алып келейін, деп Жебірейілден рұқсат сұрады. Жебірейіл, жарайды, тек тез кел, деді. Пайғамбар сол кеткеннен мол кетті. Кешіккен сайын Жебірейіл мазасызданып тұрды. Шыдамы таусылып, Ыдырысты іздеп қайта кірді. Қараса, пайғамбар әлгі сәмбі талдың аясында дамылдап жатыр екен. Әй Ыдырыс, бұл не жатыс? Мен сені күтіп тұрмын ғой, шық сыртқа, деді. Пайғамбар таңданып, шыққаны қалай? Жұмаққа бір кірген адам қайта шықпайды деп өзің айттың ғой, деді. Иә, бірақ сен қайта шығамын деп уәде бергенсің. Мен уәдемде тұрып пейіштен шықтым. Екіншісінде кебісімді алу үшін кірдім. Ол кезде уәде бергенім жоқ. Адам жұмаққа кіру үшін алдымен өліп қайта тірілуі керек. Оны білемін. Әлгінде Әзірейіл жанымды алғанда бір өліп тірілгенмін. Адам қайта тірілу үшін қиямет болуы керек. Әлгінде Ысырапыл сүр үрледі. Мен қияметтің даусын естідім ғой, деді. Сөзден жеңіліп бара жатқан Жебірейіл сасқалақтап, жұмаққа кірер алдын қыл көпірден өту керек, деді. Ыдырыс, Мәкәйілмен бірге қыл көпірден өтіп, тозақты аралап шыққаным есіңнен шығып кетті ме, деп сұрады. Періште сөзден жеңілді. Сонда Алла: Әй Жебірейіл, сөз тапқанға қолқа жоқ. Оны білімді деп айттым ғой сендерге. Ыдырыс айласын асырды. Енді оның жұмақта мәңгі бақи қалуына рұқсат, деді. Ыдырыс содан бері пейіште екен. Бірақ пейіште жұмақтың ең ғажайып сарайларына кіре алмайды екен. Періштелер ол жаққа өтуге рұқсат жоқ деп Ыдырысты жібермейді. Себебі ол жаққа Мұхаммед пайғамбардың дидар талап үмбеті ғана кіреді. Сол үшін Ыдырыс пайғамбар Әзіретті Мұхаммедтің үмбеті болсам деп үнемі егіліп жылайды екен, деседі. Адам табиғатына тылсымнан тірек іздеп тұратын мінезден. Ғайыптағы бір жетектеуші құдіретке мұқтаж. Сол мені жетегіне алса, қиын асулардан алып өтсе, деп іштей тілеп жүреді. Мұндай психологияның шығу себебі түсінікті. Ол болашақтың мүлде белгісіздігі. Алға қойған арман мақсаттың заматта күл талқан болып кетуі мүмкін. Қағанағы қарық, сағанағы сарық адамның өзі тағдырдың күтпеген соққысынан есеңгіреп қалады. Ешкім болашағын дөп басып болжай алмайды. Үнемі үміт пен қауіптің арасында жүреді. Бірақ адамның арманы болашақтың барлық сынымен, тезінен абыроймен өту. Осы мақсатты ғайыптан медет тілейтін психологияны еріксіз туғызады. Тағдырдың тосын сыйынан сүріндірмей алып өтетін бір жетекшіге үміт артады. Мысалы, күнделікті тұрмыста төрге Құран іліп қою, оның аяттарын тұмар етіп тағып алу, көлікке Ясин сүресін іліп қою, Алланың есімі жазылған сақина, білезік тағып жүру сияқты құбылыстарды жиі көреміз. Мұны біз Аллаға серік қосатын ширк күнәсі демейміз, бірақ бұл бір жетекшіге мұқтаждықтан туған құбылыс. Мұндай психология адам жаралғалы бері бар. Біреу отқа, біреу пұтқа шоқынып, ғайыптан жетелеуші күшті іздейді. Әліге дейін іздеп келе жатыр. Эзотерикалық кітаптардың көптеп шығуы, Шығыс Азия мен Үндістанның түрлі рухани практикасы, мұсылмандық танымның күшеюі, бәрі адамның ғайыптан жетекші іздеу психологиясынан туған құбылыс. Карл Ясперс философияға кіріспе еңбегінде бүйтіп сұрайды: адам өмірін бағыттаушы жетекшіні қайдан алады? Оның ойынша, адамға еркінді ғайыптан бір жетекші табу үшін берілген. Адам биологияның ығымен жүрмейді. Ол рухани болмыс болғасын, басқа бір заңдылықты іздейді. Әлбетте ол рухани заңы.
Бұл жерде бір жетекшінің болуы тиіс, бірақ бұл да біздің таңдауға келіп тіреледі. Яғни саналы адам еркіндігін қолданып, жетекке ал мені деп бір жаратушыға қолын соза ма, әлде өз ақылым өзіме жетеді деп өмірін қалауынша сомдай ма, оны өзі шешеді. Енді мынадай сұрақ қоямыз. Момындар не істесе жаратушысы жетекке алады? Бұл нығметтің шарты өте ауыр. Ол үшін дінге сенген момын өзін сынға алып, шалыс басқан тұсын аямай әшкерелейді. Өзін өзі соттайды. Жұрттан жасырып, періште болып көрінуге тырыспайды. Өзін неғұрлым шынайы сөксе, соғұрлым Тәңірдің үні де жанама түрде сот процесіне қатысады. Ол ар-ұят арқылы жасалады. Ожданның артында тұрып, жетекші үн қатқандай сезіледі. Бірақ бұл 5 сезім мүшесі арқылы келмейді. Оның көңілге қалай сезілгені құпия қалпында қала береді. Екінші шарты бір күнәсіне тәубе еткен соң бұрынғы жауапсыз тіршілігіне оралмау. Бұл ойды мынадай хикаямен оңай түсінеміз. Бір ұстаз шәкірттеріне былай деп сұрайды. Тәңірі тағала дұғаңды естіп тәубеңді қабыл еткенін қалай білесің дейді. Ешкім тұшымды жауап бере алмады. Сонда ұстаздың өзі бүйдеді. Бір рет ұрынған былығыңа қайта айналып соқпасаң, дұғаңның қабыл болғаны, деді. Пендесі Құдайдың жол көрсетіп жөн сілтегенін қалай біледі. Адам ақылының күшімен осы дүниедегі тіршілігіне қатысты сұраққа жауап беруге қабілетті. Бірақ мәңгілік өмірін тұтас қамтитын экзистенциялық мәселеге тірелгенде шарасыз қалады. Осындай ойға шырмалып, ауыр ойға шомғанда көңіліне күтпеген тұстан нұрлы ой тырс етіп түсе қалады. Оған дейін көңілін қаптаған қараңғылық жел айдаған бұлттай лезде ғайып болады. Мұны ғылымда Архимедтің эврикасы дейді. Мұсылманшылықта илхам деп атайды. Немесе көңіліме періште жақсы ой салды деп тәпсірлейді. Илхам алатын пендеге бір мінез тән. Олардың көңілі әманда ғайыпқа ғашық. Екіншіден, ғайыптан түсетін илхами ойларға күмәнмен қарамайды. Илхамды жиі және молынан алғысы келетін момындар бір талапты бұлжытпай орындайды. Ол жүрегін кірлетпей таза ұстау. Бос сөзбен арам астан және тойып тамақ жеуден тыйылады. Кірлеген көңіл илхамды тұнық көрсетпейді. Мұсылман танымында пендені түзу жолға жетелеуші бір Алла. Сондықтан да Фатиха сүресінде ихтинас сиротул мустахим деп жалбарынады. Мағынасы бізді тура жолға жетектей көр деген сөз. Тәңірісі пендесін құлшылық қылғаны үшін жетегіне алмайды. Ол ең бірінші өзін рефлексия жасап, мүлт кеткен, жаза басқан, қисық сөйлеген іс-әрекетін қорықпай сынға алуы тиіс. Өзін өзі соттап үйренген момынды ғана Раббысы ар-ұяттың үні арқылы жетегіне алады.